Сәлеметсіздер ме? Мен Семей қаласы нөмір 3 жалпы орта білім беретін мектеп кешенінің 6 В сынып оқушысы Нұрбеков Алдиярмын. Оқуға құштар мектеп жобасы аясында тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай барлық оқырман қауымға 30 кітапты оқуға ұсынылған еді. Осы 30 кітаптың 5 кітабы балалар әдебиетіне жатады. Кітаптардың тізіміне кірген Бердібек Соқпақбаевтың «Жекпе-жек», Марат Қабанбаевтың «Жиһанкез Тити», Толымбек Абдраимовтың «Ала бұғаулаған күн», Дира Наурызбаеваның «Алтын тостағанды іздеу», Мәди Айымбетовтың «Бар болғаны 14 жас» кітаптарын оқыдым. Солардың ішінен ең қатты ұнағаны Бердібек Соқпақбаевтың «Жекпе-жек» повесті. Себебі бұл повест спорт, бокс жайлы. Осы шығармада Мұрат атты әлсіз бала жаттығулар жасап, әлем чемпионын жеңіп, өзі чемпион атанды. Бұл повесте мен өте керемет әсер алдым. Және осы шығармадан мен өз арманыма жету үшін алдыға мақсат қойып, соған жетуге барынша тырысу керек екенін түсіндім.